Теңгенің еркін ауытқу бағамына көшкеннен салымшылар зиян шекпейді. Бұл туралы бүгін Ұлттық банктың Атырау облысындағы филиалының директоры Қозыбақ Қолбарақов мәлімдеді. Ал Ақтөбедегі екінші деңгейдегі банк өкілдері жаңа қаржы саясатына байланысты облыс тұрғындарының салымдарына қолдау жасалатынын жеткізді. Атырау облысы бойынша 6 айда жеке тұлғалар айырбастау бекеттері мен банкілер арқылы 394 миллион ақш долларын және 4,9 миллиард ресей рублін сатып алыпты. Бұл мұнайлы өңір тұрғындарының әлеуетінің тұрақты екенін көрсетеді. Сондай-ақ жыл басынан бері мұнайлы өңір салымшыларының депозиті 142 миллиард теңгені құраған. Бүгінде мемлекет теңгелік салымшылардың ақшаларына өтемақы төлеу туралы шешім қабылдап жатыр. Оған салымдары 1 миллион теңгеден аспайтын азаматтар жатады. Шешім қабылданса, бізде азаматтардың өтініштері бойынша жұмыс жүргіземіз дейді Бас банктың облыстағы өкілі. Біздің салымшылардың 67% валютамен сақтаған еді. Тек қана 33% теңгелік салымдары болған. Оның салымдарының көлемі миллион теңгеге шейін жетпесе, және де жаңа қойған талаптарға сәйкес келетін болса да, олардың салымдары қаралады. Ақтөбеде екінші деңгейдегі банк өкілдері мен кәсіпкерлер теңгенің еркін ауытқуға өтуіне еш алаңдауға негіз жоқ дейді. Олардың айтуынша баға алдағы аптада тұрақтанады. Жаңа қаржы саясатына байланысты облыс тұрғындарының салымдарына қолдау жасалатын болды. Әрі несиені доллармен алған жеке тұлғаларға мемлекеттік қолдау ретінде 3%-ық үстемақы қайта қаралады. Все банки продолжают работать в прежнем режиме. Барлық банктар қалыпты жұмыс жасап жатыр. Шағын және орта бизнесті қаржыландыру, жеке тұлғаларды несиелендіру тоқтаған жоқ. Бүгінгі күні өңірдегі коммерциялық банктардағы депозиттердің 70% валютада. Олар кезінде девальвациядан сақтанамыз деп, өз салымдарын шетелдік валютаға долларға ауыстырғандар. Сондықтан салымшылар үшін еш алаңдайтын негіз жоқ. Жалпы өңір тұрғындарының екінші деңгейлі банктерге 290 миллиард теңгеден астам берешек несиесі бар. Олардың 60% теңгемен алынған. Облыста доллар сатып алу мен сатуда жағдай бір қалыпты. Тұрғындар депозиттік салымдарын есепшоттардан алып жатқан жоқ дейді мамандар. Жандос Жұмабек, Арыстанбек Кенже, Нұргүл Қонақбаева, қорытынды жаңалықтар.